Қайырлы күн оқырмандар. Көп адамдарды мазалайтын сұрақ. Мен күнде медитация жасаймын, таңертең аффирмация айтамын, армандарымды визуализациялаймын, бірақ ішімдегі қорқыныш, мазасыздық және жалғыздықтан қашу сезімі неге жоғалмайды? Таныс жағдай ма? Сіз өзіңізді өзгертуге тырысасыз, бірақ бір көрінбейтін нәрсе сізді ескі үйреншікті сезімдерге, сәтсіз қарым-қатынастарға немесе өзіңізді кінәлауға қайталып келеді. Неге бұл әдістер көп жағдайда жұмыс істемейді? Себебі сіздің санаңыздан тыс, түп сананың ең терең қабатында бала кезден қалыптасқан ішкі бағдарламалар бар. Олар сіздің миыңыздың операциялық жүйесі сияқты. Егер жүйеде қате болса, үстіне қанша әдемі аффирмация жапсырсаңыз да, нәтиже өзгермейді. Бірден айтайын, бұл 18 бағдарлама менің авторлық туындым емес, бұл әлемге әйгілі психолог, психотерапевт, профессор Джеффри Янг, Джанет Глоско және Марджори Вайсхар негізін қалаған бүкіл әлемде мойындалған схемотерапия бағытының еңбегі. Олар адамның мінез-құлқын емес, сол мінездің астында жатқан бағдарламаларды зерттеді. Бүгін біз осы 18 бағдарламаның 6 бағдарламасына қысқаша тоқталып, олар сіздің қарым-қатынасыңызға, ақша табуыңызға және ішкі бақытыңызға қалай кедергі келтіретінін талдаймыз. Нұрлы Войс арнасына жазылып, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыз. Ендеше бастайық. Бірінші бағдарлама тастанды. Жақын адамдары теріс айналып, жоғалып немесе тастап кетеді және сенуге болатын қарым-қатынас тұрақты болмайды деген терең қорқыныш бар. Балалық шақта жақын адамдары, ата-ана, қамқоршылар бақпай тастап кетсе, ауырса, кетіп қалса, ұрысса, ажырасса немесе эмоционалды түрде жоқ болып кетсе, аталған бағдарлама пайда болады. Мәселен, қазақ отбасыларында ата-анасы жұмысбасты болып, баланы ерте жастан ауылға ата-әжесіне ұзақ уақытқа қалдырып кеткенде немесе үйдегі ұрыс-керіс кезінде қазір бәрін тастап кетемін деген сөздер жиі айтылса, баланың санасында жақын адам тұрақсыз, ол кез келген сәтте жоқ болып кетуі мүмкін деген қорқыныш шегеленіп қалады. Ересек өмірде бұл бағдарлама сізді жабысқақ етеді, немесе керісінше тастап кеткенде ауырмау үшін ешкіммен жақындаспаймын деген шешімге алып келеді. Сіз жақыныңызға 100% сенгіңіз келеді, бірақ ішіңіздегі сол тастап кетеді деп ойлаған бала әлі күнге дейін чемоданын ұстап біреудің кетуін күтіп отырғандай күйде болады. Құрметті оқырмандар, әр бағдарламаның көрсеткіші әр адамда әртүрлі болады. Біреуде жоғары болуы мүмкін, біреуде төмен болуы мүмкін. Бағдарламалардың көрсеткіші жоғары болған сайын қалауыңыздағы арман мақсатқа жету жолы қиындай береді. Өз ішкі шектеуші бағдарламаларыңызды анықтау үшін біздің команда жасап шығарған осы сайтты қолдансаңыз болады, шартты описаниеде жазылған. Екінші бағдарлама пайдалану, сенбеу. Басқалар алдап, пайдаланып кетеді немесе жамандық жасау мүмкін деп күтеді. Оған себепсіз жақсылық жасап, мейірімділік танытуы мүмкін дегенге сене алмайды. Сол үшін бәріне күдікпен қарап, тексеріп, сырттай бақылап жүреді. Кез келген жақсылық есеппен жасалады деп ойлап, тіпті жақындарына да шынайы сене алмайды. Бұл бағдарламасы бар адамдар үшін әлем қауіпті аймақ, ал адамдар әрқашан бір шикілігі бар жандар. Мысалы, егер сізге біреу күтпеген жерден көмек ұсынса, немесе сыйлық берсе, сіз қуанудың орнына, бұған не керек екен? Менен кейін не сұрайды? Қай жерде тұзақ бар деп іштей мазасыздана бастайсыз. Тіпті ең жақын деген адамдарыңыздың өзіне толық ашылмайсыз, өйткені сырыңды білген соң, ертең маған қарсы қолданады деген қорқыныш үнемі тежеп тұрады. Жұмыста немесе бизнесте ешкімге сенбе, бәрін өзің істе деген қағидамен жүріп, өзіңізді шектен тыс шаршатасыз, себебі өзгелерге жауапкершілік беруді өз бақылауыңды жоғалту деп қабылдайсыз. Қарым-қатынаста серіктесіңіздің әрбір басқан қадамын аңдып, телефонын тексеруге немесе оның адалдығын үнемі сынаққа алуға бейім боласыз. Бұл бағдарлама сізді үнемі соғыс жағдайында ұстайды. Сіз ешқашан еркін тыныстап, босаңси алмайсыз, өйткені қорғаныс шебіңізді сәл әлсіретсеңіз, біреу келіп арқаңыздан пышақ ұратындай көрінеді. Үшінші бағдарлама эмоционалды аштық. Балалық шағында эмоционалды қолдау көрмеген, жылулық сезінбеген, оны түсінбеген, оған көңіл бөлмегендіктен пайда болған бағдарлама. Негізгі эмоция маған қажетті эмоционалды қолдауды ешкім бере алмайды. Мені түсінбейді,
қолдамайды, шынайы жақсы көре алмайды. Біздің қоғамда әсіресе 90-шы жылдардың қиындығында өскен ұрпақта қарны тоқ, көйлегі көк болса болды деген түсінік басым болды. Бірақ баланың ішкі қорқынышы мен мұңына ешкім үңілмеді. Мысалы, сіз бала кезде бір нәрсеген алып жылап келгенде, ата-анаңыз құшақтап жұбатудың орнына жылама, ұят болады, жігіт деген жылай ма? Немесе қыздарға жамандық шақырмай бар бетіңді жу деп сезімдеріңізді құнсыздандырып жіберген болуы мүмкін. Енді қазір ересек жаста сіз өзіңізге эмоционалды тұрғыдан суық, сезімін білдіре алмайтын немесе тек жұмысты ойлайтын адамдарды жар етіп таңдап, сол баяғы бала кездегі ішкі жалғыздықты еріксіз қайта кешіп жүрсіз. Сіз айналаңызға мен мықтымын, маған ешкім керек емес деп көрсеткеніңізбен іштей мені ешкім түсінбейді, ешкімге менің жаным ашымайды деген ойлармен өмір сүресіз. Тіпті жақыныңыз сізге жылулық сыйлағысы келсе де, сіз оны қабылдай алмайсыз, немесе бұл бәрібір ұзаққа созылмайды деп өзіңізді эмоционалды оқшаулауға тырысасыз. 4-ші бағдарлама кем сезіну, ұялу. Бұл бағдарламадағы адам өзін құрметке, махаббатқа лайық емес, сырты бүтін, іші түтін сияқты сезінеді. Мұндай адамдар айналасына мінсіз болып көрінуге тырысқанмен, іштей, егер олар менің шын бейнемді білсе, менен теріс айналады деген тұрақты үреймен өмір сүреді. Олар кез келген жетістігін кездейсоқтық деп санап, өзін өзгелермен салыстырғанда үнемі төмен, кем сезінеді. Кішігірім сынның өзін өте ауыр қабылдайды, тіпті жай ғана ескертуді менің жаман екенімнің дәлелі деп қабылдап, тұңғиық ұятқа батады. Қарым-қатынаста көбіне оны төмендететін немесе үнемі сынайтын адамдарды таңдап, өзінің сүюге лайықсыз екенін іштей растап отырады. Олардың ішкі дауысы үнемі сен жеткілікті деңгейде жақсы емессің, немесе сенің бойыңда бір үлкен ақау бар деп қайталаумен болады. Оқшаулану, 5-ші бағдарлама. Бұл бағдарламада адам өзін қоғамнан тыс, ешбір топқа жатпайтын, өзгелерден ерекшеленетін тұлға екеніне сенеді. Сырт көзге бәрі жақсы болса да, өз ортасына жат, бір түрлі, бөтен адам ретінде қабылдайды. Көпшілік ортада немесе әріптестер арасында жүрсе де, мұндай жан өзін кез келген уақытта кетіп қалуы мүмкін қонақ сияқты сезініп, айналасымен шынайы байланыс орната алмайды. Оған өзгелердің арасында өзіне түсініксіз бір құпия код немесе ортақ қызығушылық бардай көрініп, өзі мен қоғамның арасында көрінбейтін шыны қабырға тұрғандай сезімде болады. Мәселен, достарымен бас қосқанда, ол шетте отырып, мен бұларға ұқсамаймын, менің ойларым бұлар үшін тым бір түрлі деген сеніммен үндемей қалуды жөн көреді. Бұл жалғыз қасқыр күйі адамды нағыз жақындықтан қашырады, тіпті іштей бір топтың мүшесі болғысы келсе де, бәрібір мені қабылдамайды деген үрей оны оқшаулай береді. Көбінесе бұл бағдарлама мектептегі шеттелуден немесе отбасында өзін ақ қарға сезініп түсіністік таппаған сәттерден бастау алады. 6-шы бағдарлама өз күшіне сенбеу, тәуелділік. Тәуелділік бағдарламасында өздігінен күнделікті тапсырманы орындай алмау, шешім қабылдамау, өз үшін жауапкершілік алмау туралы айтылады. Жанына бағыт-бағдар беретін адамды қажет етеді. Бұл бағдарламаның көрсеткіші жоғары жандар өздерін үлкендердің әлеміне адасып түсіп қалған кішкентай баладай сезінеді. Кез келген ұсақ-түйек шешім қабылдау үшін мейлі ол киім таңдау болсын, мейлі жұмыс ауыстыру болсын, міндетті түрде біреуден ақыл сұрап мақұлдауын күтеді. Көбінесе бұл гиперопека, яғни ата-ананың баланы шектен тыс қорғап, сен істей алмайсың, әлі кішкентайсың, өзім-ақ істей салайын деп баланың орнына барлық мәселені шешіп тастауынан пайда болады. Мысалы, 30-40 жасқа келсе де, жеке өміріне қатысты шешімдерді әлі де ата-анасының рұқсатымен қабылдайтын немесе жанында пысық, бәрін шешіп беретін досы немесе серіктесі болмаса, өзін қауқарсыз сезінетін жандарда осы бағдарлама басым. Олар өз түйсігіне емес, өзгенің тәжірибесіне сенуге бейім, өйткені іштей мен бәрібір қателесемін, менің қолымнан келмейді деген сенім шегеленіп қалған. Соның кесірінен адам өз әлеуетін, яғни орыс тілінде потенциалын аша алмай, өмір бойы біреудің көлеңкесінде немесе біреуге жалтақтаумен өтеді. Бұл бағдарламалардың неге терең екенін және
неліктен беткі әдістер, аффирмация, медитация оларға қарсы қауқарсыз болатынын 5 нақты өмірлік мысалмен түсіндірейін. Медитация немесе аффирмация бұл саналы деңгейдегі жұмыс, ал бұл 18 бағдарлама мидың лимбикалық жүйесінде, яғни эмоционалдық жадында жазылған. Бұл құлайын деп тұрған қабырғаның үстін әдемі бояумен бояғанмен бірдей. Бояу, яғни ол аффирмация бәрібір түсіп қалады, өйткені қабырғаның іші, яғни бағдарлама шіріп жатыр. Бірінші мысал тастанды бағдарламасы және аффирмация. Неге бұл бағдарламада жұмыс істемейді? Жағдай, әйел адам күнде таңертең мен бақыттымын, менің қарым-қатынасым тұрақты және берік деп аффирмация айтады. Бірақ кедергі келтіретін тастанды бағдарламасы кешке күйеуі жұмыстан 1 сағатқа кешіксе немесе телефонын көтермесе, оның ішіндегі тастанды бағдарламасы бірден іске қосылады. Денесі дірілдеп, үрей билеп, ол мені тастап кетті, басқаны тауып алды деген ой санасын жаулап алады. Аффирмация логика, ал тастанды қорқынышы тірі қалу инстинкті. Инстинкт логикадан әлде қайда күшті. Аффирмация бұл жерде тек өзін өзі алдау сияқты сезіледі. Екінші мысал, кем сезіну, ұялу бағдарламасы және визуализация. Жағдай, ер адам өзін үлкен сахнада сөйлеп тұрған, табысты спикер ретінде визуализациялайды. Кедергі, шын өмірде жиналыста сөйлеу керек болғанда, кем сезіну бағдарламасы сен ешкім емессің. Қазір бір қате жіберсең, бәрі сені келемеждейді деп сыбырлайды. Ол қатты қысылып, үндемей қалады. Неге жұмыс істемейді? Себебі визуализацияда ол маска киіп алған, бірақ ішіндегі мен ақаулымын деген сенім өзгермегендіктен, ми оның қиялын өтірік деп қабылдап, денесіне қорқыныш импульсін жібереді. Үшінші мысал, пайдалану, сенбеу бағдарламасы және медитация. Жағдай, адам ішкі тыныштық табу үшін медитация жасайды. Әлемге сенемін деп қайталайды. Бірақ кедергі, жұмысқа барғанда бастығы бір тапсырма берсе, оның миы бірден пайдалану режиміне ауысады. Бұл мені тегін жұмысқа жегу үшін істеп жатыр. Мені пайдаланғысы келеді. Ол әріптестеріме жауласып, бәріне күдікпен қарайды. Неге бұл жағдайда медитация жұмыс істемейді? Медитация кезінде ол 15 минут тынышталғанымен, миындағы күзетші бағдарлама ұйықтамайды. Бұл әлемді қауіпті аймақ деп көретіндіктен, медитация тек уақытша әсер береді, бірақ мәселені түбірімен шешпейді. Төртінші мысал, эмоционалды аштық бағдарламасы және визуализация. Жағдай, қыз бала өзіне гүл сыйлап, қамқорлық көрсететін ханзаданы визуализациялайды. Бірақ кедергі, өмірде ол үнемі өзіне суық, эмоциясыз және оны елемейтін ер адамдарға ғашық болады. Өйткені оның бағдарламасы тек суықтықты таниды. Жылулық ол үшін таныс емес, демек қауіпті нәрсе. Неге жұмыс істемейді? Визуализация қиялды қоздырғанымен, таңдау жасау кезінде эмоционалды аштық бағдарламасы тартылыс күші сияқты жұмыс істеп, оны баяғы үйреншікті жалғыздыққа қайталып келеді. Бесінші мысал, жаңа орта және медитация. Жағдай, кәсіпкер жаңа ортаға, бизнес-клубқа қосылып, өзін еркін сезіну үшін алдын ала медитация жасап тынышталады. Бірақ кедергі, ортаға келгенде біреу оған сәл түрпідей қараса, немесе сөзін бөлсе, оның ішіндегі бағдарлама, міне, көрдің бе, сені бәрібір қабылдамайды. Сен бұларға лайық емессің деп дабыл қағады. Ол бірден тұйықталып, сол ортадан қашып кеткісі келеді. Неге жұмыс істемейді? Медитация адамды уақытша босаңсытқанмен, әлеуметтік қарым-қатынасқа келгенде бағдарлама қайта оянады. Оқшаулану бұл қауіпсіздік мәселесі. Ми, сен бұл топта қауіпсіз емессің деп шешкен соң, ешқандай медитация адамды сол топқа сендіре алмайды. Және де соңғы мысал, тәуелділік бағдарламасына байланысты және аффирмация. Жағдай, жігіт адам, мен өз өміріме жауаптымын, мен мықтымын деп аффирмация айтады делік. Кедергі, маңызды шешім қабылдарда көлік алу немесе жұмыс ауыстыру, ол бәрібір анасына немесе әйеліне хабарласып, олардың рұқсатын күтеді. Немесе басқа бір тұлғаның оған рұқсат бергенін қалайды. Оларсыз өзінің қауқарсыз сезінеді. Неге жұмыс істемейді? Сөзбен айтылған мен мықтымын деген тіркес, ішкі мен әлсізбін, маған тірек керек деген терең сенімді жеңе алмайды. Бұл аффирмация тек өзін өзі кінәлауға алып келеді.
Айтып жатырмын, бірақ істей алмаймын. Демек мен шынымен әлсізбін, қауқарсызбын, тәуелдімін. Келесі видеода қалған 6 бағдарламаны талдайтын боламыз. Егер сіз осы айтылған бағдарламалардың ішінен өзіңізді танысаңыз, және өзіңізді ары қарай зерттеу қызық болса, осы 18 бағдарламаның өмірге әсерін талдаймыз және олардың себептерін анықтаймыз. Өзіңді тану ең қиын, бірақ ең маңызды саяхат. Бағдарламаларыңызды білу сізге билік береді. Енді олар сізді емес, сіз оларды басқаратын боласыз. Әр күніңіз бақыт пен шаттыққа толы болуына тілектеспін. Келесі видеода кездескенше, құрметті оқырмандар, сау болыңыздар.